Қалайсыздар, қайырлы күн барлықтарыңызға. Студияға келдік. Сіздерге қызық екен, студияға эфирге дейін не істейсіздер деген сұрақ қояды екенсіздер ма? Әділеттің қай қызға сезім бар екенін білетін боламыз. Көңіліңіз бәрі жақсы ма? Жақсы, бірақ келгісі тіптен жақсы болып кетеді. Иә. Мен мынандай сұрақ қойғым келіп тұр. Бүгін қалай ойлайсыз, махаббатта пауза деген нәрсе бола ма? Эфирға энергия келді. Арасында болады. Bir-birine şaşırsa, lütfen ұрысқанша bir-birine пауза беріп, bir-birine демалып, сосын қайтадан. Дұрыс деп ойлайсыз. Ертең ол үйленген жағдайда қалай болады, мысалы? Бұл кезде де шаршайсың ғой бір-біріңмен. Көнесің ғой. Көнесің ғой. Неге мысалы жігіт пен қыз болып жүргенде көнбеске сол нәрсеге? Мен білмеймін, отношениеде болған жоқпын ғой, мүмкін маған пауза керек емес дейтін. Керек қазір ойыма керек сияқты. Керек сияқты деп ойлайсыз, иә? Дұрыс деп ойлайсыз. Кеше неге келмедіңіз? Кеше температурам көтеріліп, алдында шаралға барғанбыз осы. Оказывается, кондердан суық типа. Сөйтіп бүгін жазылып кеттіңіз. Жоқ, әлі ауырып тұрмын негізі. Просто мына келіп күлмеу невозможно ғой. Әлішер бұл кеше тойда болды. Сіз Әлішер келмеген соң келмеді ма деп ойладық. Жоқ, оның алдында сондай болып тұратын. Әлішер келмесе мен барғым келмейді, мен келмесем Әлішердің келгісі келмейді. Сондай болатын, иә? Сондай болады, сондай ғой. Махаббатта пауза деген нәрсе дұрыс па? Қалай ойлайсыз? Дұрыс емес. Ол пауза деген нәрсе, ол суытып жүреді. Бітті деңіз. Бірақ сіздерде пауза болған жоқ па не? Болған жоқ па? Болды ғой, бірақ ол деген Себеппен болды. Енді ол андай, пауза болсын деген оймен болған жоқ, келісіп пауза болған жоқ. Демек, таныстықтың тоқтауы сол пауза деген сөз ба? Пауза деген. Әркімнің таңдауы бар. Пауза деген ол қате негізі. Пауза деген уже андай. Мен сенен демалайыншы деген сөз. Өзім сен жүріп жүрген адамым, сенен демалайыншы деген нәрсе да. Сен демалған уақыт ол сол типа андай сен туралы ойланады дейсің ба? Ол жүреді сол басқа адаммен сөйлесіп, нормальный вариант шықса болды саған давай дей салады. Мәссаған. Сен өткенбіз ғой біз. Жасым 50-ге. Сіз сөйтіп жасаған адамдардың бірісіз. Жоқ, мен пауза жасамағым да. Маған жасаған. Мен көргеп. Ойбай. Сонымен соңы жоқ нәрсе пауза деген сол, иә? Жоқ деген сөз ғой. Бірақ деп жаңа аяғы жаңа ойланып қалып. Жоқ, ол деген есіне отыр. Типа біз екеуміз ұрысып айырылысып кету, это не пауза. Ол пауза емес, ол кәдімгі айырылысып кету деген сияқты. Жоқ, мен айтып жатқаным мен сол типа бірімізге пауза берейік деген ол қате деп жатыр. Типа мен басқа шүкір жақсы әдемі қылын деген. Майя болып тұр деші. Майя болып тұр кәдімгі. Жалпы майя деген сөз күшті. Әдемі, күшті сөз, Мен айтып жатырмын. Ой, Нұржан. Біреу майя дейді ма деп Нұржан кіріп жатыр, Махаббатта пауза деген нәрсе бола ма? Паузаның арты жаман болып жатыр, негізі сол пауза дегенде орып қалдық. Нұржан көңіл-күй қалай екен? Жақсы, өте керемет. Өздерің қалайсыздар? Қосай көрермендері. Бүгін көңіл-күйіңіз өте күшті сияқты. Себебі өзіңізге ұнаған бір аруды айтасыз, Қай аруды айтасыз? Біз де сол ойлаймыз. Қыздар арасында кез келген қызмен жарасады. Үміткері болсын, үміткері болмасын. Сондай ғой, мен всегда Жігіті болсын, болмасын деп қоясыз. бүгін Астана айтып қойыпты. Астана барам ба деген ойды. Кім Астана айтып қалыпты? Мәссаған. Айдана ма? Неге Айдананы ойладым мен бірақ. Білмеймін, құрметті оқырман, міндетті эфирді көріңіздер, себебі Әділеттің миында жүрген, білмеймін, миында бір ару, жүрегінде бір ару, 4 ару бар сияқты. Жоқ, телефон. Пауза деген нәрсе бола ма? Махаббатта пауза деген нәрсе ол дұрыс емес. Не болу керек, не болмау керек. Оң және сол болу керек. Не? Демек дұрыс емес. Дұрыс емес. Пауза деген не нәрсе деп ойлайсыз? Қалай ойлайсыз? Не үшін? Пауза деген адам баласы бір-бірінен әбден тойғандықтан, шаршағандықтан, өз-өздерін алдаумен пока тоқтатып көре тұрайық деген әңгіме ғой ол. Сонымен арақатынас уже суып кетті, ары қарай оның бір пауза деген жалғастырудың да қажеті жоқ. Өйткені пауза біткеннен кейін, пауза кезінде көп әңгімелер болады да. Ана кісі бір жаққа барып қою мүмкін, ана кісі біреумен сөйлесіп қою мүмкін деген сияқты. Кездескеннен кейін пауза деген сөйлескеннен айбір нәтиже шығады деген ойламаймын. Демек сіздің ойыңызша сразу тоқтатайық деп айтпай, қимай кішкене бір-бірімізден алыс тұрайық деген сияқты бір.
надежда сияқты көрінеді ма или алдау деп тұрса Оны алдау деп білемін мен.